Сәлем, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Мен каналыма қош келдіңіздер. Бізбен бірге болыңыздар. Мен магазинге қарай шықтым. Бүгін бір ерекше күн болып тұр мен үшін. Жеке меншік туған күнім бүгін. Бұйырса 40 жасқа толдық. Енді ондай қатты тойлайтын неміз жоқ. Ниетім жоқ. Себебі 40 жасында адам садақа береді дейді ғой. Туған күнін тойламайды. Наоборот, садақа беру керек дейді ғой. Сол үшін мен особо тойламайым бүгін. Бірақ кешке қонақтар келейін деп жатыр. Өзімнің кейінгі қайнымның келіншегі, олар бөлек тұрады. Солар, сосын сол келіншегінің, қайным келіншегінің мамасы, құдағай, солар келейін деп жатыр екен. Соларға сол магазинге шығып бара жатыр. Анау дастарханға қоятын продукт алайын деп. Бізде күн ашық. Күшті көктемнің күніндей болып тұр. Маңғыстау, Бейнеуде бүгін көктем шыққандай болып тұр. Бірақ оңтүстік жақтағыдай бізде енді бәйшешек шығады дейтіндей, ондай бізде ештеңе болмайды. Себебі көктемнің кезінде де, жаздың кезінде де бізде шөп болмайды. Бір шөптің түрлері шығады, әр жерде солай шығады. Бізде в основном жаңағыдай сар топырақ болып тұрады. Көріп тұрғандарыңыздай осындай сар топырақ болып тұрады. Солай күн ашық, жарқын бүгін. Әдеттегідей өзімнің келетін бірақ магазинім бар, мини-маркетім бар. Соған келдім. Мен жаңаға заттарын алып уже үйге келдім, себебі такси шығып қалып, сол жерде видеоға түсіруге кішкене қысылдым. Сонымен үйге жеттім. Қонақтар. Қайда келдің? Шаңқырады үйретіп. Балалар шалдық. Қонақтарымыз кетті. Енді ізін жинауымыз керек. Бесіктегім жылап. Әйтеуір қонақтарды әрең дегенде жібердік. Сосын егіздеріне сабақ дайындатып жатырмын. Дәл осы жерде отырып. Басқа ой жоқ. Ана жақта столда дайындайтын едік негізі. Қазір осы жерде баланы қарап отырғаннан кейін осы сабағын дайындатып болып, қазір ізін жинауым керек. Жаздыңдар ма? Иә, жаздық. Енді дейміз. Сабақтан дайындап отырмыз. Аяқтап қалдық. Болдық сабақты. Енді мыналарды жинауымыз керек. Бұл жерде жинап алдық. Енді ар жақ жинаймыз. Бұл жерде де жинап алдым. Енді бізде кухня ремонтсыз. Енді жасаймыз, бұйырса жартылай ремонт болып тұр. Мына жақтан нан салып жатырмын. Қызымды жағаласып жылап қоймай жатыр. Енді болып қалды. Алла қаласа қызым қасына барам қазір. Осы қыз мадан бері маған да істетпей.
болсын сен. Не істемейсің сен жақсы? Не істеп жатсыңдар? Не істеп жатсыңдар? Сырғамызды ауыстырайын деп отырмық. Неге ауыстырайын жатсыңдар ғой? Ауыстырмайсыңдар? Ауыстырамыз. Әркімдікі өзінікі. Әркімді. Сен ана құлағыңдағы, Диан, Раян, сен құлағыңдағы мен немен байлау керек. Жіппен байлау керек. Саран берді. Саран жоқ. Қой, осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Осылай болды енді. Сау болыңыздар.